Сәлематсыңдар ма оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі 3-ші сынып 4-ші тоқсан 103-ші сабақ. Сабағымызда сын есім берілген. Сын есім тұлғасына қарай, құрамына қарай, мағынасына қарай 3-ке бөлінеді. Тұлғасына қарай негізгі туынды, құрамына қарай дара күрделі, мағынасына қарай сапалық және қатыстық сын есім болып бөлінеді. Сапалық сын есім деп отырғанымыз таза сын есімнен жасалады. Мысалы, сары, жақсы, ескі. Қатыстық сын есім деп отырғанымыз басқа сөз табынан жасалады. Ақылды, мейірімді, яғни түбірі басқа сөз табынан жасалады. Мысалы, ақыл деп отырғанымыз зат есім д деген жұрнақ арқылы ақылды болып келіп отыр. Бүгінгі ережеде сын есімнің негізгі және туынды болып екіге тұлғасына қарай бөлінетіні беріліп отыр. Негізгі сын есім деп отырғанымыз ешқандай жұрнақсыз жасалған сын есімдер, қалың, әдемі. Ал туынды сын есім деп отырғанымыз түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер. Бізге берілген оқылы мәтіні беріліп отыр, соны мұқият біз оқимыз. Мәтін не туралы, не айтылған, соны біз мұқият оқып аламыз. Одан кейінгі бірінші тапсырмада біздерге сұрақтар берілген. Сұрақтардың әрқайсысына жеке-жеке жауап жазылады. Бірінші сұрақ: балалар қай жерде ойнады? Ойын алаңның арғы жағында кішкене жартастың түбінде бір құрақтың жанында. Екінші сұраққа: балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Бұрын бұл жерде бастау болған. Мұрат бастауда қандай белгілеріне қарап тапты? Кейбір жерлер дымданып жатты. Төртінші сұрақ: зеректігі, байқампаздығы. Төртінші сұрақтың жауабы. Бесінші сұрақтың жауабы: бұлақты суы таза, мөлдір, адам бойына сергектік сыйлайды. Үшінші тапсырмада берілген сөздер бар. Оның барлығы сын есімнен. Соны екіге бөліміз керек. Тұлғасына қарай негізгі туынды етіп. Төртінші тапсырмада берілген етістіктерге жұрнақ жалғап, оны туынды сын есімге айналдыруымыз керек. Білгіш, жүзгіш, тапқыш, сезгіш, байқағыш,